Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пельмени, яғни түшпараның қамырының қалай дұрыс иленуі және де түйілуі жолдарын көрсететін боламын. Видеоны асықпай, міндетті түрде соңына дейін қарап, менің каналыма жазылмаған болсаңыз жазылып, жанында қоңырау батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұнды електен өткізіп алдын ала дайындап аламыз. Оның үстіне 1 ас қасық тұз, 2-3 ас қасық сұйық май және де 1 немесе 2 жұмыртқа қоссаңыздар да болады. Оның үстінен 1 стакан қайнап тұрған ыстық суды құйып, бірінші осылай қасықтың көмегімен араластырамыз, себебі су ыстық болғандықтан. Одан кейін қолдың көмегімен илей отыра қамыр илеп аламыз. Бізде қаттылау емес, кішкене жұқалау қамыр иленуі қажет. Дайын қамырды целлофанға салып тындырып қоятын боламыз. Салмасына тартылған ет, пияз, чеснок, тұз, бұрыш қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, пияз бен чеснокты блендердің көмегімен майдалап өткізіп аламыз. Осылай видеодағыдай алып, басып жіберсеңіздер, сонда біздің салмамыз барлығы бір-біріне бірігіп, ешқандай ажырап кетпейтін болады. Қамырымызды алып, жайып бастаймыз. Астынан үстінен ұн сеуіп, осылай қолдың көмегімен жақсылап басамыз да, одан кейін оқтаудың көмегімен де үстінен жақсылап басып, дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Одан кейін оқтауды орап, азғантай ұн сеуіп отырып, екі шетінен қолдың күшін қатты баспайтындай етіп жайып шығамыз. Пельменінің қамырын өздеріңіз қалағандай дөңгелек етіп кессеңіздер де болады, немесе мен сияқты 4-3 етіп кессеңіздер де болады. Қамырын дәл видеодағыдай манты сияқты қылып, бірақ мантыдан кішкентайлау етіп кесіп шығамыз. Енді арасына барлығының салмасын салып, видеодағыдай бір-біріне біріктіріп, кішкене басамызды, қолымызды айналдыра отыра, пельмендерімізді түйіп аламыз. Барлығын осылай қайталап жасап шығамыз. Достар, қазақша контенттің және де менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетулеріңізді сұраймын. Міне пельмендеріміздің барлығын түйіп болғаннан кейін, осылай доскаға қойып, астына міндетті түрде пищевой пленка төсеп, мұздатқышқа, морозильникке, яғни 1-2 сағатқа салып аламыз. Сонда біздің түшпарларымыз қатып әдемі болып тұрады. Одан кейін осылай целлофанға салып, морозильникте 1-2 айға дейін сақтай беруге болады. Бұл пельмени менің баламның және де отбасының өте сүйікті тағамдарының бірі. Сорпаға қатып ішсеңіздер де, немесе дәл мен сияқты суға салып барлығын пісіріп, бетіне подлива жасап ұсынсаңыздар да болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге видеом ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған арайлым.